Whoa, look at that new guy. Who's that? That's my cue. I gotta go. Сәлем достар. Сонау 2008 жылы Marvel Studios компаниясы өзінің киноәлемін үлкен экранға шығарған кезде комикстағы біршама кейіпкерлерге фильм түсіру рұқсаттары басқа компаниялармен сатып алынып қойылған еді. Бұл уақыттары өрмекші адам туралы Sony Pictures компаниясы фильм түсіріп жүрген. Олардың 2014 жылы түсірген соңғы фильмі кәсіби бағалау мен қаржы жағынан өте төменгі нәтиже көрсеткен болатын. Сондықтан кино басшылары кейіпкерді Disney өкілеттігіне қайтарып, бірге кино түсіруге ұсыныс білдірген болатын. Өзара келісім өте ұзақ талқыланып, нәтижесінде кейіпкер Marvel Studios киноәлемінің құрамына енетін болды. Питер Паркердің жаңа нұсқасын алдыңғы жылы Капитан Америка азаматтық соғыс фильмінде бізге таныстырған. Ал енді араға бір жыл салып, кинотеатрларымызға жылы шырайлы досымыз өрмекші туралы өрмекші адам қайта оралу атты жеке картинасын ұсынды. Бұл фильм 2002 жылдан бері өрмекші адам туралы комикстің 6-шы киноадаптациясы болып табылады. Сонымен қатар Marvel Studios киноәлеміндегі алғашқы фильмі. Фильмде жаңа образ ретінде Құзғын атты анти-кейіпкермен бізді таныстырды. Кейіпкерді Оскар сыйлығының иегері актер Майкл Китон сомдады. Бұл кісіге осындай тектес ұшатын қанатты кейіпкерлерді ойнаған ұнайтын сияқты. Мысалы Бэтмен, Бёрдман және осы Құзғын. Фильмде бізге басынан аяқ мектепте оқып жүрген жас Питер Паркер туралы баяндайтын болады. Тіпті оның проблемалары да мектептен араспайды. Оған мектепке де үлгеру керек, түрлі іс-шараларға да қатысып үлгеру керек. Тіпті испан тілін үйренуге де барады. Осының бәріне бірде ілігіп, әрі бір жағынан қаланың қаһарманы өрмекші адам болып та үлгереді. Әдеттегідей супер қаһарман туралы фильмдерде олардың қаһарман ретінде дамуын көрсетеді. Бірақ өрмекшіміз туралы киноны жасаушылар басқаша жолмен түсіруді ұйғарған. Бұл фильм Капитан Америка азаматтық соғыс фильмінің сюжетін тура жалғастырады. Азаматтық соғыста қатысқан Питер осындай үлкен ерлікке жігерленіп, жаңа ерліктер жасауға ұмтылады. Осы арқылы ол өзін кек алушылар қатарынан көргісі келеді. Бірақ олар жасөспірімді үлкен шайқастардан аулақ ұстауға тырысады, әсіресе Тони. Питер өзінің есейгенін әрі тәжірибесінің мол екенін дәлелдемек мақсатта бір өзі өзге ғаламшарлық технологияда жасалған қарулармен қамданған банк тонап жатқан бірнеше ұрыларға қарсы шығып, оларды құрықтайды. Көріп тұрғандай, кинода еш өрмекшінің шақпағанын, алдыңғы екі нұсқасында көріп тойған, оқыстан қайтыс болған Бен аға туралы ешқашан еш жерде айтылмайды. Жалпы фильмнің сюжеті супер қаһарманның қаһарман тұлға ретінде қалыптасуын көрсетуге бағытталған, бірақ басқа мағынада. Питер алаңғасар, тұтамсыз жеткіншек. Оған жасап жатқан істерінің салдары туралы ойлануы қажет. Энтузиазм мен аңқаулықтың қосындысы әрі тәжірибенің аздығы оның біршама қателіктерге ұрынуына әкеп соғады. Өзінің жеке бас құпиясын жасыруы, аса қауіп төндірмейтін қылмыскерлермен айқасы, көшедегі өткен-кеткендерге көмектесуі киноға бірнеше күлкілі эпизодтар қосады. Фильм өте жеңіл қалжыңды мәнерде түсірілген. Олардың көбісі Питердің мектеп кезіндегі өмірімен тікелей байланысты, және ешқандай пафос пен трагедия жоқ. Фильм әзіл мен қалжыңға толы болса да, аса бір пародияға ауып кетпеген. Сюжет бара-бара өте салмақты бағытта дами бастайды. Питердің аңғалдығы мен бейқамдығынан өзімен қоса басқа адамдардың өміріне қауіп төндіреді. Бұндай жағдайда кейіпкерге көмек ретінде темір адам келеді. Ол бұл жас баланы өзінің қамқорлығына алды десек те болады. Бірақ Тони Старк Питердің толыққанды тәлімгер ретінде бола алмады. Ол өрмекші адамға өзінің тәжірибесін бермейді, тек қана талаптар қоюмен ғана шектеледі. Соның арқасында бозбала айналасындағы болып жатқан оқиғаларға байланысты өзін дамытады. Біраз таяқ жеген Питер үлкен күшпен бірге үлкен жауапкершіліктің келетінін ұға бастайды. Өрмекші адам қайта оралу фильмдегі кейіпкерлердің жарқын образы ең басты ерекшелігіне айналды. Ал Құзғын атты анти-кейіпкер өте жақсы көрсетілген. Сценаристер оның образын комикстен киноға керемет көшірген. Оның пайда болуына кек алушылар фильмдегі оқиға тікелей әсер еткен. Бұл кейіпкерді сомдаған актер Майкл Китон бірнеше мықты сценалармен көзге түсті. Ол өзінің актерлік талантын максимум көрсеткен. Питермен бірге айқастары да өте керемет шыққан. Майкл Китонның кейіпкеріне өте терең мән берген. Онымен қоса көрермендерге кейіпкер үшін қобалжуға мүмкіндік берген. Оны бір қоқыс тазалаушы ретінде көрсеткен. Сол арқылы ол біршама өз планеталық технологияларды ұрлай отырып, өзінің мақсаттарына жұмсайды. Актер Том Холланд өрмекші адам мен Питер Паркерді өте керемет сомдап шықты. Питердегі үлкен суперкүш оның негізгі ерекшелігі емес. Кейіпкердің аңқаулығы мен адалдығы оның басты артықшылығы болып табылады. Бұны фильм жасаушылары жақсы көрсете білген. Бұны 2004 жылдан бергі осы кейіпкер туралы ең жақсы түсірілген фильм деп санаймын. Кино жасаушылар кейіпкерді жақсы тани білген әрі оның
бұрынғыдан өзгеше болу керектігін түсіне білген. Біз алдын көрген оқиғаларды қайта көрмейміз. Қайта оралу фильмі өзгеше кино болып шыққан. Өрмекші адам туралы басқа фильмдердің ешқайсысы бұған мүлде ұқсамайды. Фильм жасаушылар кейіпкердің тек мектеп кезіндегі уақытына ғана көңіл бөлген. Сол арқылы ол өте қарапайым сарынды өрбиді. Ол өз сыныптасына ғашық, өте ақылды оқымысты, басқа сыныптастарына жақпайды, әрі Флэш Томпсон да оны ешкібас деп ылғи да мазақ қылып жүреді. Сол арқылы оған жай ғана костюм киген супер қаһарман емес, қарапайым жас өспірім ретінде қарай аласыз. Жалпы барлық актерлер өз рөлдерін жақсы ойнап шыққан. Мысалы, Мэй Тәтейді сомдаған Мариса Томей картина үшін біраз өзгешелік әкелді. Барлық кейіпкерлерді комикстағыдай максимум ұқсатуға тырысқан, ал кейбіреулер сіз үшін жағымсыз көрінуі мүмкін. Фильмде продукт плейсментті өте қарқынды түрде жүргізген. Соның бірі ретінде Audi көлігінің жарнамасын айтуға болады. Сонымен қатар Sony компаниясының да өз брендтерінің жарнамасын көрсетіп үлгерген. Қазақша дубляж туралы айтатын болсақ, маған аса қатты ұнамады. Кейбір сөздерді күнделікті қолданыстан тыс сөздермен аударған, тіптен түсінбей де қалатын кездерде болады. Бір жағынан ауызекі сөйлеуде қолданылатын сөздерді жайлап енгізе бастапты. Бірақ маған ең ұнамағаны ол дубляж актерлерінің негізгі актерлердің эмоциясын дұрыс жеткізе алмағаны. Құзғын және бірнеше кейіпкерлердің дубляжы соның кесірінен әлсіз шыққан. Бірнеше кемшіл тұстарын ескермегенде жалпы фильм өте сәтті шыққан. Кино Marvel Studios фильмдерінің қатарына жақсы үйлесіп тұр. Мен бұл фильмге таза 9 бітіран қоямын. Сіздерге фильмді көру кеңес беремін, әсіресе қазақ тілінде. Сау болыңыздар. I'm just kidding, I don't care. Bye.